Қамыр илеу білмейтін, қамыры үнемі жабысып қалатын қыздарға керемет лайфхак. Қамырыңыз осылай жып-жылтыр, жыртылмай, езілмей, дара-дара керемет болып шығады. Ет асудың ең оңай жолы және ет асудағы екі түрлі лайфхакпен бөлісемін. Сақтап алып, пайдалы парақшама тіркеліңіз. Алдымен етіміз қайнап, енді көбігі шыға берген кезде қағаз майлықты абайлап, бетіне осылай тастап, қасықпен жайлап отырып осылай сүзіп алып тастаймыз. Көргендеріңізде барлық көбікті қағаз майлық бойына сіңіріп, біздің сорпамыз таза болып шығады. Одан әрі жақсы дәм беру үшін қатырылған бұрыш пен пияз қостым және картоп, сәбіз қостым. Тұздығына да бұл жерде пияз және қызанақ, көк пияздан да қосып, және майлы жерінің сорпасын құйып, бір бұрқ етіп қайнатып, астын өшіріп қойдым. Піскен етіміз осылай сүзіп алып, қараңыздар, сорпасының өзі керемет жылтырап шығады. Енді бұл нағыз осы ораза айында, Рамазанда таптырмайтын ет асудағы керемет лайфхактар. Екінші лайфхак: кемидің езілмей, жыртылмай пісетін дайын жаймасын алдымда осылай үстінен салқын су құйып, жақсылап тұрып бір жуып алдым. Көргендеріңіздей суы әппақ болып, бойындағы крахмалы шықты. Енді қайнап жатқан сорпамызға салдым. Қараңыздар, жып-жылтыр, ешқандай да жабыспайды және дәмі одан бетер дәмді керемет болып шығады. Тұздығымызды міндетті түрде арасына араластырып отырып осылай құйып қоямыз. Керемет лайфхакты өздеріңізге сақтап алыңыз.